Құрметті ұстаздар, ата-аналар, оқушылар. Мектебімізде тіл татулық тірек атты қашықтықтан өткізілетін 10 күндік өтіп жатыр. Жаратылыстану және математика пәндерінің әдістемелік бірлестігі тіл, кеше, бүгін, ертең атты тарихи шолуды назарларыңызға ұсынады. Өз тілімен сөйлескен, өз тілімен жазған жұрттың ұлттығы еш уақытта адамы құрмай жоғалмайды. Ұлттың сақталуына да, жоғалуына да себеп болатын нәрсенің ең қуаттысы тілі деп Ахмет Байтұрсынұлы айтқан. Тіл тағдыры, ұрпақ тағдыры, ұрпақ тағдыры, ел тағдыры деген ұранды ұстанған қазақ халқы ғасырлар бойы елі мен жерін, діні мен тілін сақтап қалу жолында талай қиын қыстау кезеңдерді басынан кешірді. 20 ғасырдың басындағы қазақтардың сауаттылық деңгейі өте төмен болғандықтан Ахмет атамыз халықты сауаттандыруға ұмтылды. Қазақстандағы халық ағарту ісі қоғамдық саяси жағдаймен байланысты болды. 1906 жылы патша үкіметі қабылдаған оқу ағарту ісін дамыту туралы заң аралас орыс қазақ мектептерінің ашылуына негіз болды. 1920 жылы қазанда Қазақ АССР халық ағарту комиссариаты құрылып, қазақ жеріндегі білім беру жүйесінде жаңа кезең басталды. Мемлекет және қоғам қайраткері Ахмет Байтұрсынұлы халық ағарту комиссары болып тағайындалды. 1920-1930 жылдары Қазақ АКСР орталық атқару комитетінің төралқасы мен халық комиссарлары кеңесі сол жылдарда конституциялық нормаларға сәйкес қазақ тілінде іс жүргізудің қалыптасуы мен дамуына жәрдемдесетін бірқатар қаулылар қабылдады. Қазақ АКСР халық комиссарлары кеңесінің 1921 жылғы 2 ақпандағы қазақ және орыс тілдерін республикалық мемлекеттік мекемелерінде қолдану туралы декреті, 1923 жылғы 20 қарашадағы қазақ тілінде іс жүргізуді енгізу туралы декреті қазақ тілінде іс жүргізудің алғашқы заңды құжаттары болды. Қазақ тілінің индустриясы дамыған республикада жетекші тіл бола алмауына кедергі жасаған объективті және субъективті факторлар болды. Көрнекті ақын, қоғам қайраткері Олжас Сүлейменов қынжыла жазғандай, қазақтар ірі кәсіпорындарына бармағандықтан тіліміз өндіріс тілі бола алмады. Сондықтан Қазақстанның өнеркәсіп саласында орыс тілділердің үстемдігі орнықты. Ұлы Отан соғысы жылдары тың игеру саясаты Қазақстандағы жергілікті ұлт қазақтарды өз туған жерінде аз ұлтқа айналдырып, қазақ тілінің өрісін дарылтты. Қазақ тілінің мәртебесін жүзеге асыруға елеулі ықпал еткен фактор оның мемлекеттік мәртебесінің Қазақстан Республикасының 1993 жылғы қаңтарда қабылданған негізгі заңы Конституциясында нақтылануы болды. Онда Қазақстан Республикасында мемлекеттік тіл қазақ тілі деп танылды. Мемлекеттік тілді мемлекеттік қызметте бірлі жарым кісі ғана емес, барлық адам білуге міндетті. Қазақстан Республикасындағы тіл саясатын іске асырудың 2020-2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы осы мақсатта қабылданды. Мемлекеттік тілдің қолданыс аясын кеңейту, өзге ұлт өкілдерінің тілін дамыту көзделеді. Мемлекеттік тіл туралы бағдарламада 2020 жылы халқымыздың 95% қазақша сөйлейтін болады деп межеленді. Ол жөнінде жария түрде айтылды. Қазақстандағы 2009 жылғы санақ 1.800.000 өзге ұлттың мемлекеттік тілді меңгергенін көрсетті. Осылайша, азаттық алған 30 жылда Қазақстанда тұратын ұлттардың тіліне назар аударылып, мемлекеттік тілге басымдылық беріліп келеді. Осы бағытта қазақ тілін үйрететін ең алғашқы әрі тегін сайт Сөйле Кезет жобасы құрылды. Дәл қазіргі уақытта тіл үйренушілер саны 140 мыңнан асты. Сонымен қатар, күннен күнге мемлекеттік тілді меңгергендердің ішінде өзге этнос өкілдерінің де саны көбеюде. Қасым-Жомарт Кемелұлы, мемлекеттік тілді білу Қазақстанның әрбір азаматының парызы, міндеті деп те айтуға болады. Осы орайда мен барша қазақстандықтарға, оның ішінде қазақ тілін әлі жете меңгермеген отандастарыма үндеу тастағым келеді. Жастар ағылшын тілін немесе басқа да тілдерді аз ғана уақытта меңгере алатынын көріп отырмыз. Тұтас буын алмасқан осы жылдарда қазақ тілін үйренгісі келген адам оны әлдеқашан біліп шығар еді. Ең бастысы ынта болуы керек деп қазіргі қоғамның кемшілігін дөп айтып отыр. Болашақта мемлекеттік тілдің мәртебесі жоғары тұрады. Ол үшін әрбір қазақстандық тілді құрметтеп білуі тиіс. Сөйле қазақ тілінде, ғажап тіліңде, атың озған азат күніңде. Ана тілін білмегеніңді
шауып тұрсын, ханшайымдар хат салып тұрсын. Өз тіліңді құрметтемесең, сүйегіне бабаларыңның тақ салып тұрсын. Қазақ болсаң тілін кеудеңде патшалық құрсын. Қазақ